өткіздік пе? Әйтеуір өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұмыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көріп келдік. Енді жер ортасы жасқа жеттік. Қажыды, жалықты, талап етуге, еңбекті сүюге, терең ойлай білуге, қанағатшыл қайырымды болуға қаншалықты бет бұлдық. Дөрекілік пен надандықты ұқпыз ба? Бүгінге сенім артқанмын. Сенімім ұстақталды. Білім алушыларымыз облыс көлеміндегі жастардан өткен оқу жылында барлығы 970 мың теңге ақшалай көлемінде сертификат ұтып алды. Атап айтатын болсақ, облыстық табиғатты аналар форумы аудандық түрегеу жұлдыздары 2023 байқауында бірінші орын 70 мың теңге көлемінде ақшалай сертификат. Облыстық жетісу жұлдыздары бірінші орын 50 мың теңгелік сертификат. Жас журналист Бейсенқарбек атындағы облыстық шығармашылық байқауында үшінші орын 50 мың теңге көлемінде ақшалай сертификат. Талғын жобасы аясында өткен әкелер форумы сонымен қоса облыстық бұрында арым 2023 байқауында үшінші орын 80 мың теңге көлемінде ақшалай сертификат. Облыстық ғылымдағы ұлттық зияткерлік олимпиадасына бір оқушымыз қатысып 200 мың теңге көлемінде ақшалай сертификат ұтып алды. Келесі сөз болжат өзіңізде. Мектептің озық іс тәжірибесі әлеуметтік желілерде және бұқаралық ақпарат беттерінде таралуда. Мектептің жеке Инстаграм, Фейсбук парақшаларында мектеп сайтында күнделікті жүктелуде. Мектептің шығармашылық жылы жобасы іске асырылуда. Бұл жобаның ішіндегі негізгі медиа жоспардың орындалуы. Медиа жоспар әр апта сайын аудандық федерал жұмыстары, ай сайын жетісу облыстық газеттеріне 90 сайын республика бойынша мақала жариялануда. Келесі спорт жаңалықтарымен Енар Азаматұлы таныстырады. Қайырлы күн. Спорт және әскери жаңалықтарға келсек, Сарсек орта мектебі бірқатар жетістіктерге жетіп отыр. Атап айтсақ, 9 бала ойыннан облыстық республикалық жарыстарда Жанат Аянат, Алпысбай Айдос, Қыдырғали Аяулым және тағы басқа жас спортшыларымыз көптеген жетістіктерге жетті. Қазіргі уақытта чемпиондар саны 15-ге жуық. Ұлттық мектеп лигасы аясында ұлдар арасында футбол ойыны 1-ші орын, волейбол ойыны 2-ші орын, шахмат, теннис, асхат ойындарын жеңімпаздары атанды. 54 баладан құрылған 3 кадет сыныптарға, жас сарбаз сыныптарын ұл қыздары Сардар облыстық кешенді олимпиадасында соңғы 3 жылда 2-3 дәрежелі диплом иегері атанып, 120 мың теңге сертификатын ұтып алды.
Облыстық жасалған әскери ойында 2 жыл қатарынан 2-3 дәрежелі диплом иегері атанды. Облыстық Аймын әскери ойында келіге тартылу номинациясы бойынша 20 мың теңге сертификатты ұтып алды. Облыстық Алау әскери ойында үздік саптық жүру номинациясы бойынша 50 мың теңге сертификатты ұтып алды. Келесі сәтер өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Қалдарың қалай? Білесің бе, біздің театрдың ұжымына ең алғашқы қойылымы Лидия Егембердиеваның менің әкем атты қойылым еді ғой. Иә, Талдықорған қаласында 700 оқушыға қойылған есімде. Нәтижесінде театр ұжымы Жетісу облысы білім басқармасы мен облыстық ішкі саясат басқармасының алғыс хатымен марапатталған. Сонымен қатар біздің театр ұжымы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай ұйымдастырылған Ерсайын Төлеубайдың Дала шамшыға қойылымын қойған. Иә, 28-ші Айфелинсе ұйымдастырылған семинарда көрсетіліп тамашаланған еді ғой. Біздің театр ұжымы облыстық семинар практикумында Наурыз көктем қойылымымен көрермен көзайымы болды. Иә, дұрыс айтасың. Және де біздің театр ұжымы күні кеше ғана ұйымдастырылған облыстық театрдың ғажайып әлемі байқауында 1-ші орын иеленіп, 100 мың теңгелік сертификат ұтып алды. Иә, дұрыс айтасың. Сонымен сөз соңында театр балалардың көркемдік қабілеттіліктерін жетілдіріп қоймай, олардың өнерге деген қызығушылығын арттырады. Сахнаға биіктелген баланың бойында өзіне деген сенім артып, алғашқы қол шапалақтаулары сезіне алады. Қалай десек те, театр балалар үшін үлкен мереке, демалыс орны. Ал осындай бақытқа жол ашу Сарыөзек орта мектебінің ұстаздары үшін үлкен жеңіс. Ал олай болса, қош, сау болыңдар. Ұрпақ тәрбиесіндегі бүгінгі мүмкіндіктерді жіберіп алмай, кемелденген келешекті тәрбиелеуде уақыттан ұтылмаған ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы 1000 жылдар жасап келеді. Өркендеп, өрдей дамыған саналы тірлік жалғасуда халық педагогикасы қазақ халқының сан ғасырдан бергі атадан балаға қалған өлмес мұрасын ұлы тәрбиелі жолда ізгілік нұрын сеуіп жол нұсқаушы бола білуде.